Қайырлы күн, достар! Сарыағаш аудандық жастар ресурсы орталығының бастамасымен үйде бірге оқимыз челленджінің аясында мен оқыған бір кітап атты марафонды жалғастыру үшін мен Малика Ждарова Алтынай Бауыржанқызы бүгін сіздерге Сайын Мұратбековтың Жабайы алма туындысын ұсынамын. Кезінде қолдан қолға тимей оқылатын бұл кітап бүгінде өз маңызын жоғалтпай сақтап келеді. Бұл повесте сұрапыл соғыс жылдарындағы қазақ ауылының тұрмысы, қабырғасы қайысқан балалық шақ пен үлкендердің тұрмыс тіршілігі кеңінен көрініс тапқан. Шығарманың басты кейіпкері Қанат. Қанат жастайынан қара жұмысқа ерте араласып, қиындықтарды ерте көреді. Соның арқасында шытырманға толы көптеген қызықты оқиғаларға тап болады. Бұл осы шығарманың ең ерекше тұсы деп айтуға болады. Сонымен қатар бұл шығармада жағымсыз кейіпкерлер де кездеседі. Ол Жібек пен Тұржан. Екеуінің де әділетсіз іс-әрекеті үлкендердің ашу-ызасын тудырып, ауыл тұрғындарының біраз қарғысында естиді. Соғыс жылдарындағы оқиғаларды баян ететін бұл кітапты сіздерге де оқуға кеңес беремін. Марафонда ары қарай жалғастыру үшін Сарыағаш аудандық мұрағаттың директоры Салтанат Исақызына және мектебіміздің психолог ұстазы Гүлзат Темірхан қызына жолдаймын.